Облысымыздағы Орта Азия бойынша автокөлік қалдықтарын өңдейтін жалғыз зауыттың жұмысы бір жылдан бері өнбей тұр. Кәсіпорындағы 300-ден астам жұмысшыдан қазір 75-і ғана қалған. Санаулы күнде адамдардың саны одан сайын азайып жатыр. Зауыттың жұмысында ешқандай қылмыстық, азаматтық іс тіркелмесе де ондағы шоттар мен мүлкі бұғатталған. Себеп неде? Тілшіміз біліп көрді. Қарағанды облысында орналасқан қазақстандық компания өткен жылдың ақпан айынан бері жұмыс істемейді. Кәсіпорын жұмысын халықаралық деңгейге сай жүргіземіз деген бастамамен мамандарды да Еуропа елдерінде арнайы оқытқан. Ол жақтан білім алып келген тәжірибелі мамандар бүгінде бағбан аула сыпырушылардың жұмысын атқарып жүр. Десе де олардың ешбірі жұмыстан кетуге ниетті емес, өйткені мұндағы жалақы мөлшері жоғары. Бірақ аталған қызметкерлердің тағы 35-ін қысқарту күтіп тұр. Өйткені зауыттың шоттары мен мүлкіне қойылған бұғатты шешу күн өткен сайын қиындауда, тіпті арманға айналып барады. Автокөліктерді кәдеге жарату зауытының серіктесі Атышулы оператор Роб жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Обидно, потому что я его с колышка начинал. Хорошо, нам в пыль в глаза скидать. Өкінішті әрине, мен осы жерден теңдессіз тәжірибе алдым. Зауыт жұмысы тұралап қалды. Не болып жатқанын бәрін көріп отырмыз. Президентіміздің өзі осы істің ақ қарасын ажыратып нүктесін қояды деген сенімдеміз. Жоғары жақтағылардың ұрлаған ісіне неге біз жауап беруіміз керек? Не себепті біз зардабын көруіміз керек? Оған біздің еш қатысымыз жоқ. Біз жұмыс істейтін адамдармыз. Бізге олардың саясаты керек емес. Енді бізді бюджетті қысқартқысы келеді. Көбіміз жұмыссыз қаламыз. Зейнеткерлікке шығуыма 2,5 жыл қалды. Енді мені жұмысқа кім алады? Recycling компания Қазақстанда және бүкіл Орта Азияда кәдеге жарамайтын автокөліктерді қайта өңдеген жалғыз зауыт. Мұндағы шетелдік қымбат құрал жабдықтардың бәрі 2 жыл қатарынан қаңтарылып тұр. Ол аздай шетінен бұзылып жатыр. Зауыт тіпті қосалқы бөлшектерді де сатып ала алмайды. Өйткені шоттарды сыбайлас жемқорлық агенттігі бұғаттаған. Басшылық амалсыздан жұмысшыларды қысқартудамыз, бірақ оның соңы жақсылыққа апармайтынын да түсініп отырмыз дейді. Сорақысы біліктілігін арттырып оқыту үшін миллиондап қаржы құйған мамандарды да кері қайтара алмайды. Написали неимоверное количество ходатайств. Біз бірнеше мәрте өтініш жазып, бұл жағдайда бізді мүліктік бұғаттауды шешуді сұрадық. Жауапта біздің бұл қылмыстығы шеңберінде еш ықпалымыз жоқ екен айтылған. Бұл істе біз ешқандай жақтас емеспіз, яғни бұл ұрлыққа еш қатысы жоқ, зауытымыздың тағдыры шешіліп жатыр. Тергеуші болса, бұл жерде тонау жайты орын алуы да мүмкін. Жайдан жай сіздерге мұндай шектеу әрекеті жасалмайды ғой дегенді түсіндірді. Зауыт басшылығы өзін Роб операторына қатысты қозғалған қылмыстық істен шеттетуді талап етіп отыр. Қазір оның басшылары Астанада соттасып жатыр. Кәсіпорын әкімшілігі 100-ге жуық арыз шағым жазған. Мұндағы еңбек ұжымы да ел президентіне бейне үндеу жолдапты. Данное предприятие к нам обращалось, так как Бұл компания бізге өтініш берген. Бұл мәселе бас прокуратураның бақылауында болғандықтан Атамекен орталық аппаратына үндеу жолдадық. Және олар бас прокуратура жанындағы ведомствоаралық жұмыс тобының жол картасына енгізілді. Енді мәселенің шешімін орталық теңгеде күтіп отырмыз. Сорақысы оператор Роб әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр, ал қайта өңдеу зауытының жұмысы түсініксіз жағдайда тұралап тұр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік зауыт ұрлаған ақшаға салынған деп есептейді, бірақ түсініктеме бермеді. Роб оператормен тең құқылы жасыл даму да түсінік беруден бас тартты. Азамат Серкан, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 арна.